Қайырлы күн. Мен Қамзаева Гүлшат Салыққызы, Қазақ тілі мен әдебиеті және журналистика кафедрасының доценті, филология ғылымының кандидаты. Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз жаңартылған білім бағдарламасы, білім беруді тұрақты дамытудың табысты кепілі. Жалпы қазіргі кезде тұрақты дамыту мәселесіне келгенде өзімізге белгілі экологиялық мәселе қолға алынып отыр. Адамзаттың бүгінгі мәселенің күн тәртібіндегі мәселесі осы адам баласындағы туған жердің көркеюін, қазақ халқының ғасырлар бойы оның табиғатын, мәдениетін әрбір қазақстандық денсаулығы мен аман саулығын аңсап келген арманына жету мақсатында негізделген үлкен маңызы зор ұстаным тұр. 21 ғасырдың күн тәртібі жаңа айтып өткенімізде экологиялық форуммен басталды. ЮНЕСКО-дан бағыт алған белгілі бір экологиялық тәлім-тәрбие мәселесі жалпы жер жүзінде бірінші ұстанымға айналып десек қателеспейміз. Осы мақсатта белгілі барлық азаматтар қамтылуы қажет, адамзаттық тұрақты дамуда қамтамасыз етуде экологиялық тәрбиенің рөлі зор. Біз алғашқы мәселені 1892 жылы Абай Құнанбаевтың «Дала уәлаяты» газетінде экологиялық мақала жариялағаннан бастағанын оқушыларға танымдық негізде беруді жөн көрді. Табиғатты сүйетін әрбір оқушы, елін, туған жерін сүйетін оқушы, адамзат бойындағы қасиеттер барлық кезеңде ұрпақтың барлық бойында белең алатындығын білуі керек. Абай заманында да экологиялық тәрбиенің күн тәртібінен түспегендігін бала жадында сақтап білуі тиіс деп білеміз. Осы деректерді балаларға бере отырып, оның Шыңғыстау өңіріндегі ормандардың қырқылып құрылысқа пайдалана бастаған, соның әсерінен табиғаты тозып бара жатқанын, бұл деректің өзі сол кездегі Ертіс, Жайық, Сырдария, Іле, Шу, Ырғыз, Есіл Нұра өзендерінің белгілі бір проблемаларға сол кезде ұшырағандығын аңғартса керек. Сондай-ақ бала танымына, бала түйсігіне, туған жердің ұрпағына қалған, ұрпақтардан қалған, кімдерден қалған деген мәселеге келе отырып, Асан Қайғының, Қорқыт Бабаның, Шоқанның және де осы ғұламалардың айтқан табиғат пен адам, өзіңіз айтыңызшы, тіршілікте одан ғажап бұлардан дүние не бар? Қорқыт Бабаның асқар тауларын құламасын, саялы ағаш сынбасын, қанаттарын қырқылмасын деген өсиет сөздерінің өзінен қазақ халқының мағынасын түсіндіру міндетті. Қазақ халқының туған жерге деген ыстықласын беруде Асан Қайғының рөлі ерекше. Асан Қайғыны алғашқы қазақ экологы деп танудың өзі бала ойына, жадына үлкен орын алуы тиіс. Экологиялық білім берудегі оқушы деңгейінде, оқушы санасында қандай мақсаттар қойылу керек? Бұл экологиялық сана, экологиялық ойлау, экологиялық сауаттылық, экологиялық этика ұстанымдарымен қаруланған оқушыны тәрбиелеу, бұл жаңартылған білім мазмұнының басты ерекшелігі болып табылады. Білім беруде, экологиялық білім беруде оқу стратегияларының ішінде белсенді оқу стратегиясы өзіндік рөл атқарады. Белсенді оқу дегеніміз не? Шығармашылықпен жұмыс жасайтын оқушы және шығармашыл ұстаз болып табылады. Ал енді осы ерекше белсенді оқу ұстанымына Жүсіпбек Аймауытұлының, Шәкәрімнің, Мағжандар берген анықтамасын назарларыңызға атап өтейік. Шәкәрім Құдайбердіұлы оқытудың ең үздік тәсілі әңгіме. Ол мұғалімнің тәлімгерлік шеннен түсіп, оқушылармен тең дәрежеде ақиқат іздеушіге айналады. Әңгімелесуде басты мәселелер отан, адам бойындағы руханилық, адамгершілік туралы ой қозғау деп таниды. Және ұлы Мағжан бала бұлақтың бұлдырын, судың сылдырын, орманның күңіренгенін, теңіздің күрілдегенін естісін. Жымыңдаған жұлдыздар, себелеген көк шатырлы аспанды, бұраңдаған қайыңды көрсін, жаратылысты сүйіп, табиғаттың өн бойында берілген дәріс өз деңгейінде болады.
баланың санасында қалады деген тұжырымдарын береді. Жүсіпбек Аймауытовтың берген анықтамасы біздің бүгінгі сабағымыздың бір түйіні тәріздес. Баланың ынтасын арттыру үшін оқытылатын нәрседе бір жаңалық болуы керек. Әрбір оқушы сондай ұстазбен жұмыс жасағанда ғана шығармашыл оқушы болады. Шығармашылыққа не жетелейді? Өзі еңбектеніп, өзі бейнеттеніп тапқан білім берік болады, өмірінше ұмытпайды. Сондықтан белсенді оқыту барысында оқушыға дайын шикізат беруден көрі, оқушының өзінен өз бетінше ізденуіне жағдай жасап, тапсырмаларды қарастырғанды жөн санадық. Біздің бүгінгі алып отырған ресурстарымыз қазақ тілі 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныпқа арналған ресурстар. Бірақ экологиялық білім беруде жаңартылған туған ел мәселесін ерекше көтеріп отырғандықтан кейін біз бұл ресурстардағы берілген тапсырмаларды алмадық. Қазір назарларыңызға оқушылармен экологиялық тәлім-тәрбие беруде алатын бірнеше тапсырмалар түрін ұсынсақ деп отырмыз. Бірінші, ой салып ынталандыратын материал ұсыну. Тапсырма беру барысында оқушыларға мұқият нұсқаулық беріліп отыру керек және назарды өздерінің ой талқысына, ой пікір алмасуына жетектеп отыруымыз қажет. Кім үшін? Сауалына жұбыңыз екеуің жауап іздеп, баспасөз конференциясын ұйымдастыру. Мысалы, арайлап таңның атуы, алаулап күннің батуы кім үшін? Жосылып бұлттың көшуі, еркелеп желдің есуі кім үшін? Сылдыра баққан өскенмен бұрқанып тасыған теңіз кім үшін деген сауалдар бала жүрегіне ой салу керек, оянту керек. Ол әлбетте бала және біз үшін деген сияқты балаларды ой толғанысқа жетелеп отыруымыз керек. Дана Абайдың махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жандан тәтті дейді. Жаның бар кезде табиғатты сүю, табиғатпен біте қайнасу, табиғатты өзіңнің бітіміңе, болмасыңа дос етіп алу Абайдың ұстанымы. Ендеше Абай жаз жіберіп, жан берген қара жерге, рахметіне Алланың көңіл сенер, мал семірер ақпенен ас көбейір, адамзаттың көңілі өсіп көтерілер, қара тастан басқаның бәрі жадырап, бір сараңның басқаның белгенер, тамашалап қарасаң тәңірісіне бойың балқып ериді іште жігер деп табиғатқа керемет анықтама береді. Келесі тақырып оқушыларға экологиялық терминдерге глоссарий жасату. Экология, экологиялық қауіпсіздік, экологиялық тұрақсыздық, экологиялық қарым-қатынас, соңғы экожүйе, экологиялық аспекті деген термин сөздерді балалар меңгеріп, глоссарий жасаулары қажет. Тапсырма. Соңғы кездегі эко-бренд, эко-яндекс, эко-дүкен сөздеріне түсінік беру. Келесі тапсырма экологиялық мәселелерге қатысты. Балалар қандай құжаттар бар? Интернет, ғаламтор көздерінен қарап көріңіздер. Қандай құжаттардың бағдарламалар мен ақпараттарды білу керек. Осыған байланысты экологиялық білім бағдарламасы нені қамтиды, қандай мәселені көтереді дегенді сауалдарды балаларға беріп отырған жөн. Сондай-ақ оқушылардың ғылыми жобасы барысында пайдаланылатын тәжірибелік эксперименттік дағдыларды қалыптастыру. Топпен мәтінге қатысты пікір білдіріп, өз көзқарастарыңды айтып, ойыңмен бөліс. Мысалы, инсерт оқыту стратегиясы. Неше түрлі гүл, жапырақ, әрбіреуін қолың ал, құр көріп қойма бірақ, онда не бар? Ойға сал. Шәкәрім. Табиғаттың әрбір құбылысын ойға салып, зерттеу қажеттілігін танымдық оқушылардың ойын дамытуда үлкен өзіндік рөлін айтып отыр. Мәселелік сұрақ қою оқушылардың арасында: балалар, табиғатта құстар өлтірілген жағдайда жыландар көбейеді екен. Жыландар қырылса құрбақалар көбейеді екен. Ал құрбақалар құрған жағдайда шыбын-шіркей көбейеді. Осылай тапсырмалардың мәселелік тапсырмалар барысында неге, не себепті деген сауалдар беру арқылы балаларды ой түрткіге жетелеп ізденуіне жағдай жасауымыз қажет. Келесі, оқушылардар бір ғана гүлдер әлемі бойынша гүлдердің жұпар иісі көптеген еңбектерде мынау осы тұрған
гүлдің өзі 400 гүлді қамтып отыр екен осы гүл. Осы гүлдердің әрбіріне сипаттама бере отырып, балалардың гүлге, табиғатқа танымын ойлантуға, осы гүлді зерттеу барысында гүлдің мысалы қызыл гүл, қандай гүл, зат есімдік ерекшеліктерді грамматикалық анықтау барысында оның өзіндік қасиеттерінде жасақтап, гүлдің әлемде бірнеше гүлдің түрі бар екенін балдар сабақты кіріктіре отырып, биология пәнімен байланыстыруға әбден болады. Оны гүлдер әлеміне саяхат деп беруімізге болады. Оқушыларға өздері қызығатын салаға қатысты сұрақ тұжырымдауға көмектесу және өздерінің ойлау және зерттеу дағдыларын қолдануда Асан Қайғының, мынау бір Асан Қайғының жерге айтқан сыны. Балаларға өздеріңіз білесіздер, Асан Қайғы өзіміздің әрбір жерге келіп баға берген болатын. Тапсырма Асан Қайғының жерге айтқан сыны мәтініндегі экология термині қандай аясында тұр? Экология термині үй мен логия сөзінен шыққандығы, бұны қоршаған ортада қай кезден бастап қолданылып келеді? Алғашқы эколог ой бөлісіп, Асан Қайғының осы айтқан эпизодтары арқылы елді мекендердің қазіргі географиялық ерекшеліктерін байланыстыра отырып, шығарманың құндылығын дәлелдеп, эссе жазу тапсырылады. Сондай-ақ осы тақырыптан саралай келе, экологиялық тақырыптармен қоса оқушылармен жеке жұмыс жүргізуге болады. Мысалы, өзімізге белгілі сөз тіркестерін, тұрақты теңеулерді редакциясы Айтбайұлы басқарған Алматы 2007 жылы сөздіктен тұрақты теңеулер сөздігінен табиғатқа қатысты сөздерді таптыруға болады. Мысалы, келтірілген мысалдарда бір ғана су сөзіне қатысты 64, ал теңіз сөзіне қатысты 23 тұрақты теңеу бар екен. Осылай балаларға сөздіктерден грамматикалық тапсырмалар беруге болады. Бір ғана ақ бұлттай қалқу, ақ бұлттай мақта, ақ бұлттай сәлде, ақ бұлттай үлбіреу теңеуі бұлттай сөзінің қолданысымен 25 тұрақты теңеуді балаларға тапқызуға болады. Өздеріңізге белгілі, туған елге байланысты, туған жердің құдіретін танытуда, туған елге қатысты оқушыларға жұмыс істегенде жетістікке мүмкіндік беретін жобаларды ұйымдастыруда мәтіннің сюжетін, құрылымын, лексикасын, сөйлемдердің ішіндегі талқылау мақсатында әңгімені бірге оқыту. Мысалы, біз оқушыларға тапсырма ретінде журналист Нұрлан Нұрмаханның эколог жазушы жайлы жазған мақаласынан қандай ой түйдіңіз? Инсерт әдісі арқылы мақаланы бере отырып, арал қасіретімен арпалысқан әдебиет қаһарманы Сайлау Байжұбатыр туралы балалар өздері танымдық ой қозғай алатындай дәрежеге әкелуіміз керек. Абыржы Жаманда жазушы өзі өмір сүрген бөген ауыл адамдарынан көркем бейнесі арқылы сомдау арқылы арал тақырыбын қозғайды. Терең қатпарлы үлкен проблеманың барысын осы шығармадан оқып алатындығын оқушылардың назарына салуымыз керек. Тағы бір тапсырманың түрі, екі ақынның өлеңін бір мәтіннің ішіне сыйғызатындай тақырып таңдатуға болады. Жоспар құрып, ғылыми көпшілік стильде табиғат пен адам арасындағы байланысты беруге болады. Мысалы, желіс үстінде жарғай Абайдың шығармасын берсек, келесіде өзіміздің жерлесіміз Әбділда Тәжібаевтың Сырдария өлеңін бере отырып, өлеңдеріндегі Вен диаграммасы арқылы ұқсастықты және өзіне тән ерекшеліктерді аңғартуға болады. Ойлануды қажет ететін мәселелерді ортаға салу және талқылау мақсатында балаларға берілетін тапсырма жаһандық дағдарыстың әрбір мемлекет зардап шегіп отырғандығын, қазіргі пандемия кезіндегі мәселенің де осы бір экологияға мәселесімен байланысты тығыз екендігін балаларға жете түсіндіріп ұғындырып отыруымыз керек. Және жағдаят. Толықтырыңыз, досың екеуің қалаған тақырып бойынша сынып оқушылары алдында баяндама жасау тапсырылады. Жоспар құрыңыз. Мысалы, ғаламдағы шешуді қиын күрмеулі мәселелер қатарында 8 қатар бар, соның 4-еуін беріп, қалғанын
ізденісті жолында оқушыларға тапсырма ретінде беруге болады. Экологиялық мәселелер, ауа райы мәселелерін бердік, қалған мәселелерді оқушылар өздері ізденіп беру керек. Оқушының өзіндік рефлексия жасау дағдыларының дамуына, сыныптағы жалпы жұмысқа үлес қосып берілетін тапсырмаларды бір-бірімен орындап, бір-бірімен достық сезім қарым-қатынасты ояту мақсатында Жүсіптің Қамбаш көлі туризм аймағына айнала алама мақаласын оқып, көзқарас пікір білдіруді, өз шешіміне, түйініне келіп, сіз егерде кәсіпкер болған жағдайда, сіз осы Қамбаш көліндегі туризм аймағына қандай жақсы үлес қосатын едіңіз деген сияқты балалардың арасында ой талқы жасатуға болады. Бұл мақала Қамбаш көлі туризм аймағында айналама дегенді, соңғы Қамбаш көлінің алғашқы даму кезеңі мен қазіргі жағдайының өте сын көтермейтін жағдайы айтылған мақала. Сол тарапынан оқушылар өзіндік ой көзқарастарын беріп отыруы керек. Жын ойнақ жағажайдың жағдайы биліктілерді ойлантуы тиіс деген сияқты, осы адами құндылықтардың биігі адам өмірі екендігін, осы жын ойнақ жағажайды жасайтын сырттан келген емес, өзіміздің туған елдің адамдары. Сондықтан осы жағажайдың жайнап, өсіп, көркейіп, сіздің демалысыңызға, салауатты өмір салтын құруыңызға пайдасын жасауда сіздің үлесіңіз қандай деген сауалдарды беруге болады. Міне, осыдан кейін тапсырма ретінде ақ туын адалдықтың кірлеткен жоқ, ойымнан туған жерді бір кеткен жоқ, аралдың табанынан су кеткенмен, халқымның жүрегінен жыр кеткен жоқ деп, өзіміздің жерлесіміз Тәңірбергеновтың өлеңін Төреғали Төрәлінің орындаудағы арал туралы толғанысын бейне баян ретінде бере отырып, осы мен жаралы жол барыспын деп тұрған толғаныс жануарға тән бе, адамға тән бе? Неге жануар мен табиғат арасындағы байланыс неге жолбарысқа теңеп отыр? Осы мәселені бала жүрегі шәкіртпен бірге, ұстазбен бірге талқылауға ұсынуға болады. Түйін, демек оқушыларға экологиялық тәрбие беруде сырттан алынған дәйексіз материалдардан көрі туған елге қатысты мәселелерді, мәтіндерді, тапсырмаларды, дерек сөздерді бере отырғанымыз абзал ғой деп танимыз. Данышпан Абайдың Алланы сонша жаратқан адамзатты әділеттілікті сүю, бұл барлығы табиғаттың аясында. Демек, адам бойында имани ақиқат болатыны бұл табиғатпен байланысты. Адам шырылдап дүниеге келгеннен берілетін имани құндылық болмай, табиғатты сүю мүмкін емес деген Абайдың бір ауыз сөзімен біз экологиялық сабағымызды түйіндеуімізге болады. Сабағымыздың қорытынды аясын Әбу Насыр әл-Фарабидің адамға тән бір жақсы қасиет өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, содан рухани нәр алу керектігін шәкіртіңіз білуі керек. Ғақила көзбен қарасаң, дүние ғажап, сен есіксің дейді. Ендеше біз табиғаттың есігін аштық, табиғатқа қалай қарауымыз керек? Міне осы мәселеге жетелеп отыр ұлы Әбу Насыр әл-Фараби. Жақсылы көзбен қарасаң, жақылы көзбен қарасаң, дүние қоқыс, сен меншік. Меншігіңдегі табиғат қалай болып келеді? Ол оқушы сізге байланысты деген тұжырыммен жаңартылған білім мазмұны бойынша дәрісімізді аяқтауға болады. Рахмет.